Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ерекше манты жасап көрсетемін. Қызылша мен суды бірге блендердан өткізіп аламыз. Содан соң сетка немесе марлемен осылай суын шығарамыз. Қызылша суының ішіне тұз салып, ұнымызды салып шығамыз. Қамыр болғанша илеп аламыз. Қамырымызды 15-20 минут салафанға салып қоямыз. Пиязымызды ұсақтап турап, тартылған етімізге салып, тұз бұрышымызды салып араластырамыз. Қамырымызды екіге бөліп, жұқалап, жайып шығамыз. Осындай немесе басқа ыдыс салып, қамырымыздың үстінен басып, кесіп шығамыз. Домалақтың төртеуін алып, шетін бір-біріне жалғап, видеодағыдай ұзынан тартылған етімізді салып ораймыз. Осылай әдемілеп. Бәрін видеодағыдай жасап шығамыз. Өсімдік майына батырып, мантываркаге 30 минут пісіреміз. Мінекей, әдемі, ерекше, пайдалы раушангүл мантымыз дайын болды. Жасап көріңіздер.